қазіргі таңда өмірімізде ерекше өзгеріс алып, мәйіттік донор табылып, бүйрек салынды. Жағдайымыз шүкір қалыпты, бірақ мәйіттік донорды лист ожидания дейді ғой, күту парағын 5 жыл уақыт күттім. 2020 жылы ХПН 5-ші стадий диагноз қойылған еді. Содан бастап 5 жыл уақыт өтіп кетті. Ковидтан кейін екі бүйрек бірден отказ берді. Содан кейін ковидпен ауырдым. Содан кейін осы диализге аппаратына үйреніп, диализ аппаратына 3,5 жыл мен гемодиализ аппаратында жүрдім. Потом 1,5 жылдан кейін ішіме катетер қойып, перитональный диализ түріне өттім. Себебі мен диализ өте ауыр переносить, өте ауыр өткіздім. Қатты ауырып қалатынмын, давлением скачок болып тұратын, 200 бен 40-тың арасында ойнап тұратын. Сонымен маған ол процедура ауыр болғандықтан дәрігерлер осы перитональный диализ түрін ұсынды. Осыған өттім. Бұл енді гемодиализге қарағанда өзімнің жағдайында жеңіл болды. Сол 1,5 жыл осы перитональный диализ түрімен жүрдім. Бірінші арамдыққа келеді ғой, мошенник па деп уайымдап кеттік. Себебі таңғы тәтті ұйқыда таңғы сағат 5:30-6-ларда хабар келді бізге, осындай мәйіттік донор табылды. Келіңіздер деп анализдеріңізді тапсыруларыңыз керек. Бірақ бірден ескертілді бізге, сіз жалғыз адам болмайсыз, сізбен қоса тағы да 10 адам болады. Қайсыңызға мәйіттік донор келеді, сол сізге салынады дегенде ескертілді. Сонымен алып ұшып осында келдік, жеттік. Қараша айының 20 күні таң сағат 6-та хабар келді, кешкі сағат 10-да мені уже операцияға жатқызды. Ощущение әрине қорқынышта болды, келмей қалама деген қорқынышта болды. 5 жылда бірінші рет шақырылып тұрды. Қалай болады екен деп қатты уайымдадық. Жоқ, сәтімен өтті, шүкір. Әлі кішкене енді ауырсынулар бар, бірақ төбемізде жұлдызымыз жанып тұр екен деген үмітпен, жақсы настроениемен жүрміз қазір, шүкір. Кішкене қимылдағанда ауырсынулар бар, бірақ жақсы бәрі. Әр нәрсенің нығмет қой, әр нәрсе біз кейде түсінбей қаламыз, кейде мән бермей қаламыз. Бұрын сол түнде дәретке шыққан кезде қайта-қайта ояндық деп бір күпірленіп қалған кезіміз болған шығар. Соны армандап келдік қой, қазір өзіміз дәретке шығуды шынымен айтсақ. Қазіргі таңда бізге өте ерекше күтім керек. Себебі біріншіден біздің қазір мәйіттік донор салғандықтан кейін біздің организмімізді, өзіңіздің организмімізді слабить ету керек, әлсірету керек, потому что бүйрек отказ болмау үшін. Қазіргі таңда маған менде сахар болғандықтан сахарым көтеріліп кетпеуге қатты мән беруім керек, потому что сахар көтеріліп кетсе, менде бірден отторжение болады екен, сол себептен қатты күтім қажет қазір. Бұл жерде дәрігерлерге айтатын алғысымыз өте шексіз. Біріншіден Мелс Нұрсейітовичтің командасына, одан кейін бізге ота жасаған сайт Абдугапаровичке алғысымыз өте шексіз. Себебі бір күндегі операция бұл кісі екеумізде ғана болған жоқ, бізде түннің ортасында болса да отадан сәтті алып шықты. Алғысымыз шексіз, айтар алғысымыз. Басымызды иіп тұрып рахмет айтамыз. Бізге екінші өмір, екінші жарық сыйлады. Бұл деген үлкен бақыт, біз күткен, біз армандаған. Сол алғысым шексіз, айтар басқа сөзім жоқ. Гемодиализге түсіп қалғаның себебім, алдында менің жұмысым поварлық жұмыс болған екен. Бізде үлкен андай холодильник, морозильниктер бар. Бір ыстық, бір суыққа кіріп шығып жүрген кезде, бір киіммен жүресің ғой, салқын мен ыстықтан бүйрек отказ беріп бастады. Басында аллергия деп аллергияны емдеп жүрген, денеме жара шыққаннан кейін. Ойласақ, бүйрегім отказ беріп бастаған екен. Өткен айда 26 қыркүйекте түнде 1:30-да звондайды. Мен сізге донор келіп тұр, келіңіз деді. Басында сенбедім, қайта звондап едім. Осы адрес айтқаннан кейін, не болса да барып көрейін, кім болса да деп. Келді, осында 5 адам жүр екенбіз. Түнде 1:30-нан бастап бірден анализдерін бәрін өтіп бастадық. Сол кезде 4-еумізге отказ болды. 4-еуміз келмеді. Бір қыздың өзінің онкологиясы бар екен, сол себепті келмеді. Ал мен және тағы Татьяна деген қыз бар тұғын, ол қыз екеумізге қан тобымыз дұрыс келмеді. Ішінде кросс-матч деген бар ғой, солымыз дұрыс келмеді. Тураны донормен бірге келмей тұр. Негізі бәрі әдемі.
содан көңіліміз түсіп, қатты қиналып, ана алған кісіге де қатты қуандық, енді оған да бұйырған ғой деп. Содан қайттық. Содан өзім қатты ниет еттім, операцияға дайындалайын, асқазанымды бәрін дұрыстап жүрейін, алттан кейін тамақ ішпейін деп. Өйткені түнде келгенде ФГДС бәрін өтесін. Ал асқазан бәрі дайын тұру керек. Фастфуд дегендерді мен жақсы көремін, бірақ соның бәрін тоқтаттым. Содан кеше 20 күн таңда 4:46 кеткенде звондады. Бұл кісінің де номерін білген жоқпын, бірақ осында келгенде білдім. Мұхтар Нұржанович сол звондады. Содан қайтадан бастап 10 адам болдық. Қайтадан бүкіл анализді өткізіп бастадық. Кешкі сағат 4:30-да бізге айтты ғой, кім келеді деп шығып айтты дәрігерлердің бәрі. Содан екеумізге бұйырды. Екеуің келесін деді. Бәрі жақсы деді. Кешкі содан апыр-топыр 6:30-да операционға тұрып кеттім. Тұрғанымда 12-ден біз кетіпті әйтеуір. Түнгі. Сол 20 күні. Бәрі бір күнде. 19 күні сағат кешкі 6-дан кейін еш нәрсе ішпегем. Операцияда да бір капля су ішкен жоқпын ғой, өйткені операцияға зиян болмасын деп ше. Алдындағыдан кейін уайымдап қалғам ғой. Бір капля шыдаймыз. Аштық деген еш нәрсе емес екен операцияны күтіп тұрған кезінде. Бүгін өте керемет сезімдемін, өйткені өзім тұрып жүре аламын, душқа да түсе аламын. Кеше кішкене қатты ауыр болған, ал реанимацияда біз бәрі былай қарағанда 3 тәулік жаттық қой. Ешқандай қимылдай алмаймыз. Ол кісілерді енді айта алмаймын енді. Өмірімді қатты жеңілдетті. Екінші тынысын берді. Қанша рахмет айтсам да ешқандай артықшылығы жоқ оларға. Және жанұясына рахмет айтқым келеді. Біздер өзіміз негізі көп нәрсені өзіміз сатып алып, өзіміз ойлаймыз ғой асқазанда. Бірақ ол да бір жақты бар да. Спортсмендерде қанша диетада жүрсе, олар да ауырады. Аурудан ешкім сақтанбаған. Бірақ одан кейінгі дәрігерлердің айтқан істесем, олар маған дәрігерім алттан кейін жеме, андай жеме деп айтқан. Содан врачтарға алғысым шексіз. Алла разы болсын. Ол кісілер біздің арамыздағы қолдарына дерт бермесін. Шетелден еш жеріміз кем емес.